Бизнестің жол картасы 2020 бұл мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудың бір жолы, бір тірегі. Аталған бағдарлама аясында қолданылатын шаралар әлемнің көптеген елдерінде тиімді жолмен жүзеге асып жатыр. Мәселен, пайыздық өтемнің бір бөлігін субсидиялау, несиелер бойынша ішінара кепілдік беру, өндірістік индустриалды инфрақұрылымды дамыту және сервистік қолдау, салықтық жеңілдіктер, әлеуметтік жұмыс орындарын ашу және тағы басқалары. В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан за номером 940 от 29 декабря 2017 года. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсанындағы номері 940 қаулысына сәйкес бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасына бірнеше жаңартулар мен өзгертулер енгізілді. Олардың қатарында субсидиялау Қазақстан Республикасы ұлттық банкі белгілеген сыйақы өтемінің базалық өтемінен аспайтын номиналды пайыздық мөлшерлемесі бар. Қаржыға қолданылады және 5%-ға өседі. Оның 50% номиналды мөлшерлемесі мемлекеттік субсидиясына қолданылады. Ал қалған қаражатты кәсіпкер өзі төлейді. Инвестицияларға бағытталған несиелерді субсидиялау мерзімін ұзартусыз 5 жыл. Несиелерді субсидиялау мерзімі қосымша ұзартусыз 3 жыл. Пайыздық мөлшерлемені субсидиялайтын қарыз сомасы 2,5 миллиард теңгеден аспауы тиіс. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы іске қосылғаннан бері шаһарымызда несие бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау бөлігінде жалпы 29,1 миллиард теңгеге қаржыландырылған 156 жоба қолдауға ие болды. 2018 жылы жалпы сомасы 776 миллион теңгеге бағаланған 10 жоба мақұлданды. Нәтижесінде қала кәсіпорындарында 6151 адам жұмыс істеп, 2498 жаңа жұмыс орны анықталды. Предприниматель обращается к региональному координатору программы с заявлением анкетой и пакетом документов. Жобаларды іске асыру барысында несиені ішінара кепілдендіру туралы маңызды рөл атқарады. Жұмыстарын жаңадан бастаған кәсіпкерлер үшін кепілдеменің 80%-ын, белсенді кәсіпкерлер үшін несие сомасының 50%-ын құрайды. Егер кәсіпкерде несие алу үшін жеткілікті кепілдік болмаса, онда бұл жағдайда даму қоры кәсіпкерге уақытша кепілдік ұсына алады. Осы жеңілдік бойынша ағымдағы жылы қаладағы бірқатар жобаларға кепілдеме берілді. Айта кету керек, сонымен қатар бағдарлама аясында барлық кәсіпкерлер e-gov.kz арқылы несие сомасы бойынша шектеусіз кепілдік алуға өтініш бере алады.